әлемдік жаңағы айтып отырған қаржы иелерінің жоспары не? Бұл жерде Ресейді мемлекет ретінде ыдырату. Қазір бұл енді ашық интернеттегі мағлұматтар. Ресейдің шығыс өңіріндегі біраз жерлерді Қытай арендаға алды. Қытай сол жерде өзінің азаматтарын алып барып, сол жерде тірлік етіп жатыр. Кешегі бір 4-5 күн бұрынғы мағлұмат бойынша Чукотканы, Магаданды Йеменнің шейхі, атын ұмытып қалдым, сол кісі арендаға алған. Содан кейін өздеріңізге белгілі 90-шы жылдардан бері қарап, мынау халықаралық қаржы орталығы, Федеральный резервный система және де Международный валютный фонд, солар келді, барлық елдерге толып жатқан несие берді, кредит. Соның көпшілік халық, көпшілік ел соны уақытында әлгі рибасыменен, процентіменен, басқасымен сонан құтыла алмады. Оны алысқа бармай-ақ қояйық, тәжік ағайындар осы жазда, өткен жазда 60 мың халықты Қытайдың шекарасынан бері қарап ішке көшіруге мәжбүр болды. Жаңағы жерін Қытайға берді. Сол сияқты Ресейде де жағдай солай. Енді Қытай менен басқа елдер шығыс жағын арендаға алып жататын болса, мына Европалық бөлігін НАТОның елдері басқарады деген жоба бар. Бұл да интернетте ашық жарияланған нәрселер. Ресейге, ал Украина ретінде, Украина мемлекет ретінде болмай да қалады. Себебі бұл енді Ариэль Марон дейтін Израильде орысша жақсы сөйлейтін өте бір мықты талдаушы кісі бар. Соның мағлұматына қарағанда еврейлердің 8 миллионын Қырымға, сосын Украинаның қазір Белгород облысына көшірмекші. Қанша уақытта болатын нәрсе соны? Бұл енді бұл соғыстың өзі о басында жоспарланғанда бас аяғы 10 жылға дейін созылады деген жоспар болған. Сонда бір 2 жылдың ішінде соған бастап көшіре бастайды. Олар толық сонша халық көшіп келу үшін орын, жағдай бәрін жасалды ғой. Белгород облысы өте СССР-дің кезінде де өте дамыған облыс болатын. Жаңа Ариэль Маронның сөзіне қарап, мен енді өзім балзым сол Белгородта оқыды. Кеңес үкіметінің кезінде 80-ші жылдарда. Сондықтан мағлұматым біраз бар. Қазір Ресейді мәжбүрлеп сол келісімге барғызатын сияқты, сөйтіп жаңағы жоспарлар жүзеге асады. Сонда оның бәрі көшіп келгеннен кейін бұл соғыс сонымен тоқтай ма, жоғары қарай тағы жалғасын тауып кетуі мүмкін? Интернеттегі тағы да басқа жартылай құпия мағлұмат көздеріне қараған кездерде бұл соғыс әрі қарап Молдавияға ауысатын сияқты. Содан кейін Кавказ елдеріне де ауысатын түрі бар. Тіпті керек болатын болса, Орта Азияда соғыс өртіне орану қаупі жоқ емес. Сондай болжамдар бар. Ар жағында енді болса да Израиль менен Палестинаны өздеріңіз көріп отырсыздар. Тағы қасындағы мұсылман елдеріне Израиль Америкамен бірге шабуылдап жасап жатқанын білесіздер. Сосын Тайваньды Қытай өзіне қосып алмақшы күшпенен. Сонан кейін тағы да айтайық, екі Корея бірімен бірі жанжалдасу қаупі тағы тұр. Міне осындай қиын жағдайда отырмыз. Демек, үшінші дүниежүзілік соғыс басталды деп айтсақ біз қателеспейтін сияқты.